Автокөлік сатып алу оңай, ал дұрыс көлік таңдау мүлде басқа әңгіме. Кейбір автомобильдер алғашқы бірнеше жылда ешқандай қиындық туғызбайды, бірақ уақыт өте келе жөндеу шығындары көбейіп, сенімділігі төмендей бастайды. Ал кейбір модельдер жүздеген мың шақырым жүрсе де, күн сайын иесіне адал қызмет етеді. Оларды такси жүргізушілері таңдайды, ұзақ сапарға шығатын адамдар таңдайды. Тіпті әлемнің ең қатал климатында жұмыс істейтін жүргізушілер де таңдайды. Сонда сұрақ туындайды: қай автомобильдер шынымен сенімді? Бүгінгі рейтинг жай ғана біреудің пікірі емес. Бұл рейтинг көптеген жылдар бойы қалыптасқан беделге, ұзақ мерзімді пайдаланушылардың тәжірибесіне және ақш-тағы сенімділік зерттеулерінде жиі жоғары бағаланатын модельдерге сүйеніп дайындалды. Бірақ бір нәрсені есте сақтаңыз: ең сенімді автомобильдің өзі дұрыс күтім жасалмаса ұзақ қызмет етпеуі мүмкін. Ал жақсы күтілген көлік көптеген жылдар бойы сенімді серікке айналады. Ендеше, әлемдегі ең сенімді топ 10 автомобильді бастайық. Біздің төрт төңірек каналымызға келгендеріңізді қарсы аламыз. Төрт төңірек каналымыз сіздерге әр апта сайын мәнді де мағыналы ғылыми ақпараттарды жеткізіп тұрады. Тезірек каналымызға тіркелу арқылы осы қазақша каналымызды қолдап, қуаттап қойыңыз. 10-шы орын. Мерседес E-класс. Көп адам дәл қазір таңғалған шығар. Мерседес тек 10-шы орында ма? Бұл автомобиль жаман болғандықтан емес, керісінше. Мерседес E-класс әлемдегі ең табысты бизнес-класс седандарының бірі. Онда жоғары деңгейдегі жайлылық бар, керемет қауіпсіздік жүйелері бар. Ұзақ жолда жүргізушіні аз шаршататын автомобильдердің бірі. Бірақ, бүгінгі рейтингтің басты критерийі сән салтанат емес, сенімділік. Мерседес инженерлері жүргізушіге барынша жайлылық сыйлауға тырысты. Сол үшін автомобильге көптеген электрондық жүйелер, күрделі көмекші функциялар және жоғары технологиялық жабдықтар орнатылды. Бұл оның артықшылығы. Бірақ дәл осы күрделілік уақыт өте келе қосымша техникалық қызмет көрсетуді қажет етуі мүмкін. Сондықтан көптеген мамандар: егер сіз жайлылық іздесеңіз, Мерседес E-класс тамаша таңдау. Ал егер басты мақсат ондаған жыл бойы ең аз күтіммен пайдалану болса, бұл рейтингте одан да жоғары тұрған модельдер бар. Соған қарамастан, әлем бойынша миллиондаған жүргізуші бұл көлікті жақсы көреді. Өйткені ол сенімділік пен премиум жайлылықтың өте сәтті үйлесімі. Бірақ, егер Мерседес тек 10-шы орында болса, алда тұрған автомобильдер қаншалықты сенімді? 9-шы. Nissan Tiana. Бір кездері бұл автомобильді көптеген адамдар бағаламады, бірақ уақыт өте келе жағдай өзгерді. Nissan Tiana өзін тыныш, жайлы және ұзақ жолға қолайлы седан ретінде көрсетті. Әсіресе дұрыс күтілген нұсқалары ұзақ жылдар бойы сенімді қызмет ете алады. Tianaның ең үлкен артықшылықтарының бірі жайлы аспа жүйесі. Ұзақ сапарда бұл автомобиль өзін әлдеқайда қымбат көлік сияқты сезіндіреді. Дегенмен, кез келген модель сияқты, мұнда да бір маңызды мәселе бар. Барлық Tiana бірдей емес. Әртүрлі қозғалтқыштар мен трансмиссиялар әртүрлі тәжірибе береді. Сондықтан екінші нарықтан көлік аларда оның техникалық жағдайын мұқият тексеру өте маңызды. Жақсы күтілген Tiana иесіне көптеген жылдар бойы қызмет ете алады. Сол себепті ол біздің рейтингте лайықты 9-шы орынға ие болды. Бірақ алдағы көлік одан да ерекше. Оны көбінесе жүргізушілер емес, табиғатты сүйетін адамдар таңдайды. 8-ші. Subaru Legacy. Subaru туралы айтқанда көпшілік бірден толық жетек жүйесін еске алады. Бұл бекер емес. Legacy көптеген буындарына тұрақты толық жетек жүйесімен танымал болды. Қараңыз, жаңбыр, таулы жол. Мұндай жағдайларда Subaru өзін өте сенімді көрсете алды. Бірақ бұл көліктің ерекшелігі тек жол талғамында емес. Көптеген иелер оның дұрыс күтім жасалған жағдайда ұзақ уақыт қызмет ете алатынын айтады. Әрине, Subaru барлық адамға арналған автомобиль емес. Оның техникалық ерекшеліктерін түсінетін маманға уақытылы қызмет көрсету маңызды. Дұрыс май, уақытында техникалық қызмет, сапалы қосалқы бөлшектер. Осының бәрі оның сенімділігіне әсер етеді. Бірақ егер автомобильге дұрыс күтім жасалса, Legacy ұзақ жылдар бойы иесін жарты жылда қалдырмайтын көлікке айналуы мүмкін. Сол себепті ол әлемдегі ең сенімді автомобильдердің қатарынан орын алды. 7-ші. Hyundai Elantra. Егер әлемдегі ең сенімді автомобильдердің тізімін жасасаңыз, Hyundai атауын көремін деп көп адам күтпеуі мүмкін. Өйткені ұзақ уақыт бойы сенімділік туралы әңгіме болғанда көпшіліктің ойына бірден Toyota немесе Honda келеді. Бірақ соңғы 20 жылда Hyundai үлкен өзгеріс жасады. Компания қозғалтқыштың сапасын, өндіріс технологиясын және ұзақ мерзімді сенімділігін айтарлықтай жақсартты. Соның нәтижесінде Elantra көптеген елдерде ең көп сатылатын седандардың біріне айналды. Бұл көлік сәнді болғандықтан емес, қарапайым болғандықтан. Оның құрылымы күрделі емес, қосалқы бөлшектерін табу оңай. Техникалық қызмет көрсету шығыны да көптеген бәсекелестеріне қарағанда қолжетімді. Әсіресе күнделікті жұмысқа қатынап жүретін адамдар үшін Elantra тиімді таңдау саналады.
ақш-та бұл модель жыл сайын жүздеген мың данамен сатылады. Көптеген иелері оны жүздеген мың шақырым бойы күрделі ақаусыз пайдаланып келеді. Әрине кез келген автомобиль сияқты оның да әлсіз тұстары бар. Кейбір буындарында қозғалтқышқа қатысты мәселелер кездескен. Сондықтан қолданылған көлік сатып алғанда нақты жылын және техникалық тарихын мұқият тексеру маңызды. Дегенмен дұрыс күтім жасалған Elantra ұзақ уақыт сенімді қызмет ете алатын модельдердің бірі ретінде өз беделін қалыптастырды. Сол себепті ол біздің рейтингімізде 7-ші орынға ие болды. 6. Mazda Atenza. Mazda 6. Mazda туралы айтқанда көптеген жүргізуші бір нәрсені ерекше атап өтеді. Бұл автомобиль жүргізуге ләззат сыйлайды. Бірақ қызығы оның артықшылығы тек басқаруында емес. Mazda 6 ұзақ жылдар бойы сенімділігімен де танылды. Әсіресе Skyactiv технологиясы енгізілгеннен кейін компания қозғалтқыштың киімділігі мен беріктігін қатар дамытуға көп көңіл бөлді. Mazda инженерлері күрделі турбо жүйелеріне ғана сүйенбей, табиғи атмосфералық қозғалтқыштарды жетілдіруге де күш салды. Нәтижесінде көптеген жүргізушілер бұл қозғалтқыштардың ұзақ қызмет ететінін және дұрыс күтім жасалған жағдайда үлкен ресурсқа ие екенін атап өтеді. Тағы бір маңызды артықшылығы автомобильдің салмағы салыстырмалы түрде жеңіл. Бұл қозғалтқышқа тежегіш жүйесіне және аспаға түсетін жүктемені азайтады. Сондықтан кейбір бөлшектер ұзақ қызмет етуі мүмкін. Mazda 6 жиі жүргізушінің көлігі деп аталады. Өйткені ол тек сенімді ғана емес, сонымен бірге рөлде отырған адамға ерекше сезім сыйлайды. Егер сізге сенімділікпен қатар жүргізу рахаты да маңызды болса, Mazda 6 ең сәтті таңдаулардың бірі. Сондықтан ол 6-ші орынға лайық. 5. Honda Civic. Міне біз алғашқы бестікке жеттік. Ал бұл жерде кездейсоқ автомобильдер болмайды. Honda Civic әлемдегі ең әйгілі автомобильдердің бірі. 1972 жылдан бері бұл модельдің миллиондаған данасы шығарылды. Бүгінде оны әлемнің ондаған елінде көруге болады. Неге? Өйткені Civic қарапайым қағиданы ұстанады. Қажетсіз күрделілік жоқ, артық салмақ жоқ, сенімді техника. Honda қозғалтқыштары ұзақ уақыт бойы жоғары айналымда жұмыс істей алатын беріктігімен танымал болды. Көптеген Civic иелері уақытында майын ауыстырып, техникалық қызмет көрсетсе, қозғалтқыш ондаған жыл бойы күрделі жөндеусіз қызмет ете алатынын айтады. Тағы бір ерекшелігі, бұл автомобиль жас жүргізушіге де, тәжірибелі жүргізушіге де бірдей қолайлы. Ол қалада үнемді, ұзақ жолда жайлы, ал қосалқы бөлшектерінің кең таралуы жөндеу мен қызмет көрсетуді жеңілдетеді. Әрине, мінсіз автомобиль болмайды. Кейбір буындарында белгілі бір техникалық мәселелер кездескен. Сондықтан қолданылған Civic сатып алар алдында оның техникалық жағдайын толық тексеру қажет. Бірақ жалпы алғанда, бірнеше 10 жылдық бойы қалыптасқан беделі Honda Civicті әлемдегі ең сенімді автомобильдердің біріне айналдырды. Сол себепті бүгінгі рейтингімізде ол алғашқы бестікті бастап тұр. 4. Lexus ES. Егер адамдардан әлемдегі ең сенімді люкс седан қайсы деп сұрасаңыз, көпшілігі бір ғана жауап береді. Lexus ES. Бұл кездейсоқ емес. Lexus бренді құрылған күннен бастап бір мақсатты көздеді. Сән салтанатты автомобиль жасап қана қоймай, оны ұзақ жылдар бойы сенімді қызмет ететін көлікке айналдыру. Ал дәл осы философия Lexus ES моделінде анық көрінеді. Бұл автомобильдің басты құпиясы асыра күрделілікке ұмтылмау. Инженерлер жүргізушіге қажет нәрсені ғана қалдырды. Жоғары сапалы материалдар, дәл жиналған бөлшектер, сынақтан өткен қозғалтқыштар, жылдар бойы жетілдірілген автоматты беріліс қорабы. Сол себепті ақш-та жүздеген мың шақырым жүрген Lexus ES көліктерін әлі күнге дейін күнделікті пайдаланып жүрген адамдар аз емес. Көптеген автомеханиктердің айтуынша, уақытылы техникалық қызмет көрсетілген ES қозғалтқышын ашудың өзі өте сирек жағдай. Әсіресе, табиғи атмосфералық V6 қозғалтқыштармен жабдықталған модельдер ұзақ мерзімді сенімділігімен ерекше танымал. Тағы бір қызық жайт. Америкада көптеген адамдар жаңа көлік аларда, мен оны 10 жыл мінемін деп жоспарлайды. Осындай адамдардың таңдауының бірі дәл осы Lexus ES. Өйткені олар үшін бастысы жылдамдық емес, шеберханаға сирек бару, жолда сенімді жүру, және жылдар өткен сайын құнын жақсы сақтау. Lexus ES дәл осы талаптардың барлығына жауап бере алды. Сондықтан ол біздің рейтингімізде 4-ші орынға лайық. 3. Toyota Corolla. Кейбір автомобильдер туралы аңыз көп айтылады, ал кейбір автомобильдердің орнына статистика сөйлейді. Toyota Corolla дәл сондай көлік. 1966 жылдан бері әлем бойынша ондаған миллион дана сатылған Corolla тарихтағы ең көп сатылған автомобильдердің бірі болып саналады. Бірақ адамдар оны тек арзан болғандықтан сатып алмайды. Олар оны сенімді болғандықтан таңдайды. Corollaның басты артықшылығы қарапайымдылық. Қарапайым қозғалтқыш, қарапайым конструкция, күрделі технологиялардың шамадан тыс көп болмауы. Ал тәжірибе көрсеткендей, көп жағдайда дәл осындай автомобильдер ұзақ өмір
өмір сүреді. Көптеген елдерде Corolla такси ретінде пайдаланылады. Өйткені көлік тәулігіне 100 шақырым жүрсе де, дұрыс күтім жасалса, ұзақ уақыт бойы сенімді қызмет көрсете алады. Автомеханиктер арасында тіпті әзіл бар. Corolla көбіне бұзылғандықтан емес, майын ауыстыру үшін ғана сервиске келеді. Әрине бұл әзіл. Кез келген автомобиль уақыт өте келе жөндеуді қажет етеді. Бірақ Corollaның сенімділігі туралы пікірдің қалыптасуына дәл осындай тәжірибелер себеп болды. Тағы бір маңызды артықшылық – қосалқы бөлшектерінің көптігі. Әлемнің қай түкпіріне барсаңыз да, Corolla үшін бөлшек табу салыстырмалы түрде оңай. Ал жөндеу құны да көптеген бәсекелестерінен төмен. Осының барлығы оны әлемдегі ең сенімді автомобильдердің біріне айналдырды. Сондықтан Toyota Corolla бүгінгі рейтингте 3-ші орында. Екінші, Honda Accord. Көптеген сарапшылардың пікірінше, егер сенімділік, жайлылық және ұзақ қызмет ету мерзімі арасында тамаша тепе-теңдік іздесеңіз, Honda Accord ең дұрыс таңдаулардың бірі. Бұл автомобиль жарты ғасырдан астам уақыт бойы әлемдік нарықта өз беделін сақтап келеді. Accord туралы ең көп айтылатын сөздердің бірі теңгерім. Ол Corolla сияқты қарапайым емес, бірақ күрделі де емес. Ол Lexus сияқты қымбат емес, бірақ жайлылығы жоғары. Ол спорткар емес, бірақ жүргізу кезінде ерекше сенімділік сезімін береді. Honda инженерлері қозғалтқыштың ұзақ мерзімді ресурсына әрқашан ерекше назар аударды. Сол себепті, дұрыс күтім жасалған Accord модельдерінің неше жүздеген мың шақырым жүрген мысалдары әлемнің көптеген елдерінде кездеседі. Америкада бұл модельді көбіне отбасылар таңдайды. Себебі олар үшін көлік тек көлік емес. Бұл күн сайын сенуге болатын серік. Таңертең балаларды мектепке апарады, кешке жұмыстан үйге қайтарады. Демалыс күндері жүздеген шақырымдық сапарға шығады. Осындай өмір салты үшін ең маңызды қасиет сенімділік. Honda Accord дәл осы сенімділікті ондаған жыл бойы дәлелдеп келеді. Сондықтан ол бүгінгі рейтингте 2-ші орынға көтерілді. Бірінші, Toyota Camry. Міне, біз бүгінгі рейтингтің ең маңызды сәтіне жеттік. 1-ші орын. Көптеген адамдар бұл нәтижені күткен шығар. Өйткені әлемде сенімділік туралы әңгіме басталса, ең жиі аталатын атаулардың бірі Toyota Camry. Бұл жай ғана танымал автомобиль емес, бұл ондаған жыл бойы қалыптасқан бедел. Жүздеген мың жүргізушінің тәжірибесі және миллиондаған шақырыммен дәлелденген сенім. Camry'дің ең үлкен ерекшелігі, ол ешқашан ең жылдам көлік болуға тырысқан жоқ. Ең сәнді болуға дамтылған жоқ. Ол бір ғана мақсатты көздеді. Жыл сайын, күн сайын, қайта-қайта сенімді қызмет ету. Міне, дәл осы қарапайым философия оны әлемдегі ең танымал седандардың біріне айналдырды. Сенімділіктің құпиясы неде? Toyota инженерлері ондаған жыл бойы бір қағиданы ұстанып келеді. Жаңа технологияны енгізуге болады, бірақ ол алдымен мыңдаған сағат сынақтан өтуі керек. Сол себепті Camry'де қолданылған көптеген қозғалтқыштар мен автоматты беріліс қораптары нарыққа шықпас бұрын ұзақ уақыт бойы жетілдірілген. Бұл тәсіл кейде Toyotаны бәсекелестерінен сақ етіп көрсетеді. Бірақ уақыт өте келе дәл осы шешім сенімділікке айналады. Неліктен такси жүргізушілері Camry'ді жақсы көреді? Егер көлік күніне бірнеше жүз шақырым жүрсе, аптасына 7 күн жұмыс істесе, жыл сайын 30-40 мың шақырым жинаса, онда ең маңыздысы сыртқы келбет емес, сенімділік. Сол себепті әлемнің көптеген елдерінде Camry'ді такси қызметінде жиі кездестіруге болады. Өйткені уақытында майы мен сүзгілері ауыстырылып, техникалық қызметі дұрыс жасалса, бұл модель ұзақ уақыт бойы тұрақты қызмет көрсете алады. Такси жүргізушілері бір сөзді жиі айтады: автомобиль ақша табуы керек, сервисте уақыт өткізбеуі керек. Camry дәл осы талапқа жауап береді. Ұзақ жолдың серігі. Camry тек қалаға арналған автомобиль емес, ол мыңдаған шақырымдық сапарларда да өзірін дәлелдеген. Кең салоны, жұмсақ аспасы, жайлылығы, төмен шу деңгейі. Осының барлығы ұзақ жолда жүргізушінің шаршауын азайтуға көмектеседі. Сондықтан бұл модельді отбасылар да, іс-сапармен көп жүретін адамдар да жиі таңдайды. Мінсіз автомобиль бар ма? Жоқ. Camry'де мінсіз емес. Кез келген автомобиль сияқты оның да белгілі бір буындары мен қозғалтқыштарының өзіндік ерекшеліктері бар. Кейбір модельдердің күтімі қымбат болуы мүмкін. Кейбір бөлшектер уақыт өте келе ауыстыруды қажет етеді. Сондықтан Camry ешқашан бұзылмайды деу дұрыс болмайды. Бірақ бір нәрсе анық. Егер автомобильге уақытында техникалық қызмет көрсетілсе, сапалы май қолданылса және өндіруші ұсынған күтім ережелері сақталса, Toyota Camry ұзақ жылдар бойы сенімді қызмет ете алатын модельдердің бірі болып қала береді. Дәл сондықтан ол көптеген халықаралық сенімділік зерттеулерінде және ұзақ мерзімді пайдаланушылардың пікірлерінде жоғары бағаланып келеді. Сонымен, бүгін біз әлемдегі ең сенімді деп саналатын 10 автомобильді бірге қарастырдық. Бұл рейтинг бір ғана көрсеткішке емес, ұзақ жылдар бойы қалыптасқан беделге, халықаралық сенімділік зерттеулерінде жиі жоғары бағаланатын модельдерге және миллиондаған жүргізушілердің тәжірибесіне сүйене отырып дайындалды. Бірақ ең сенімді автомобильдің өзі дұрыс күтімсіз ұзақ қызмет етпейді. Ал қарапайым техникалық қызмет көрсету ережелерін сақтасаңыз, көптеген автомобильдер сізге ұзақ жылдар бойы адал серік бола алады. Сондықтан көлік таңдағанда тек сыртқы келбетіне немесе қуатына ғана емес, оның ұзақ мерзімді сенімділігіне де назар аударыңыз.
Өйткені кейде ең жақсы автомобиль ең қымбат емес, ең сенімдісі. Егер бүгінгі бейне сізге ұнаса, лайк басып арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Пікірге міндетті түрде жазыңыз. Сіздің ойыңызша, әлемдегі ең сенімді автомобиль қайсы? Біздің рейтингпен келісесіз бе? Біз сіздер үшін автомобильдер туралы ең қызықты топ 10 бейнелерді дайындауды жалғастырамыз. Келесі кездескенше сау болыңыз және жолдарыңыз әрдайым ашық болсын.